Видеоны көрмес бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздерде мен де риза болайық. Қайырлы күн, мен сізбен Matic Basket жобасының кабинетімен таныстырайын, разбор жасап. Мынау кабинет, Matic Basket жобасының кабинеті. Әрі жоғары көтерілеміз. Мына жерде мысалға Total Community деген 29329 деген ол осы уақытқа дейін кірген адам саны осы жобаға. Көрдіңіз бе? Әрі қарай екінші Community Investment деген салынған сума осы жобаға. Яғни мына адамдардың салған сумасы. Енді әр адам әртүрлі пакет алып жатыр. 100 матик, 200 матик, 500 деген сияқты. Оның ішінде мен де бармын. Кім пакет алды, солар бар. Яғни общий осы адамдардың салынған көрсетілімі, салған сумасының. Көрдіңіз бе? Осындай сума салынған осы уақытқа дейін. Көрдіңіз бе? Мынау енді мына жерде Community Vendor деген бұл шыққан сума. Осы жобадан шыққан. Енді мына адамдар ақша шығарып жатыр ғой. Оның ішінде мен де бармын. Кабинеттерінен ақша шығарады, матик шығарады. Солардың шығарған көрсетілімі общий. Осы уақытқа дейін осындай сума шыққан. Көрдіңіз бе? Керемет. Әрі қарай мына жерде сіздің кошелегіңізде тұрған остаток, қалған остаток, авиа матик деген. Әрі қарай мына жерде сіздің матигіңіздің адресі, осы адрес арқылы сіз матик сатып аласыз. Мынау сізді шақырған спонсорыңыздың сілтемесі, спонсорыңыздың. Мына жерде пакет алғаннан кейін сіздің өзіңіздің реферальный ссылкаңыз. Осы жердегі сілтеме арқылы сіз әріптестерді тіркей аласыз. Әрі қарай мына жерде сіздің алған пакетіңіз осы жерде көрсетіп тұрады. Мысалы менің мына жерде 200 матик көрсетіп тұр, көрдіңіз бе? Total Investment. Мына жерде өзіңіздің шығарған сумаңыз көрсетілімі. Мына жерде Total Direct'тен өзіңіздің лишний тіркеген адамдарыңыз, жаңа өзіңіздің реферальный ссылкаңызбен тіркеген адам саны. Мына осы жердегі сілтеме арқылы. Мына жерде мысалы 6 адам тіркелген әзірге. Мына жерде сол 6 адамнан тараған команда. Оларды мен танымаймын мысалы. Мына жердегі бір адамнан тарап кеткен болуы мүмкін да, бұл команда. Көрдіңіз бе? Керемет. Мына жерде реинвест, бұл жерде ручной реинвест деген бар. Жаңа менде пакет 200 ғой. Егер мен пакетімді 500-ге көтергім келсе, мен 300 матик сатып алам, разницасын кошелекке. Содан кейін мына жерге өшіртсем де мына 20-ны 300 деп жазам. Сосын реинвест деген басып қалған кезде жаңағы мен көрсетілген 200 матик, мына жерде пакетім 300-ге көтеріледі, 500-ге көтеріледі. Көрдіңіз бе? Әрі қарай мына жерде енді мен қалай айтсам екен, история ғой. Реферальный ссылкамен, реферальный бонус арқылы қанша табыс таптыңыз. Жаңа мен 6 адам кіргізген, мысалы, сол 6 адамнан түскен табыс, реферальный бонус. Еще әлде де түседі. Олардың шығарған сумасынан. Көрдіңіз бе? Солардың қимылынан. Мұны команда. Команда емес, бұл 30 адамнан түсетін табыс. 30 адам беріледі ғой. Сол 30 адам әрқайсысы кабинеттерінен ақша шығарған кезде, солардың шығарған сумасынан әрқайсысынан 1% төлейді. Міне маған мысалы 23 матик түскен. Еще әлде де түседі деген сөз. 30 адамнан түскен табыстың несін көрсетіп тұрады осы жерде. Мынау level income деген бұл команда, жаңа мен көрсеттім. Команда жаңағы. Сол командадан түсіп жатқан табыс. Команда деген мына жерде тұрған команда. Total team деген мына жерде команда ғой. 6 адамнан тарап кеткен мысалға. Содан түскен табыс осы уақытта. Еще әлде де түседі деген сөз. Мынау енді сіздің аплайннан түскен табыс, яғни сіздің спонсорыңыздың шығарған сумасынан, жоғарыда спонсордың шығарған сумасынан түсіп жатқан табысын. Көрдіңіз бе? Бұның да өзінің условиясы бар. Жаңа алғашқы 4 ақша шығарған кезде алғашқы 4 әріптеске бөлінеді. 2,5%-тен, сонда 10%. Спонсор ақшасын шығарған сайын, осылай астындағы адамдарға да түседі. Көрдіңіз бе? Керемет. Мына жерде енді ақша шығаратын кезде вендор ол ақша шығару кабинеттен. Міне, мына жерде мысалы менде 15 матик жиналған. Мына жерден мен жазатын болсам 15 20 мысалы. Осылай жазасыз ақша шығаратын кезде кабинеттен. Мына жерде жаздым. Мына жерде 5 матик жаңағы 200 матиктің үстіне қосылады 40%. Көрдіңіз бе, мен пакетім 200 өткені. 100 болса 50 болады. Ал мына жерде 60%. Бұл менің кошелегіме түсетін табыс, пайда кошелегіме. Кошелек деген мына жақта. Оннан басып қалсаң, осы жаққа түсетін табыс. Ол жаққа түскен табысты кез келген уақытта өзіңіз через обменник арқылы болсын, биржа арқылы болсын, немесе әріптестерге сатып жіберу арқылы шығара аласыз. Немесе тұра берсе де болады.
міне екіге бөлінеді, көрдіңіз бе? Ақша шығаратын кезде екіге бөлінеді. Пакеттен пакеттің айырмашылығы осы жерден білінеді. Егер пакетіңіз 500 болса, мына жерде 30% болады, астында 70% болады. Неғұрлым пакетіңіз үлкен болса, кабинеттен осылай ақша шығаратын кезде көретін пайдаңыз үлкен болады. Көрдіңіз бе? Бірақ мына жерде ақша шығарған кезде осы жердегі процент өзінің пакетіңізге қосылып отырады. Мысалы 200 болды ғой менде. Мынаны шығаратын болсам 5 матик қосылады, 205 болады. Тағы да мен ақша жиналса тағы шығаратын болсам, осы жердегі сумма қосылып отырады. Сөйтіп 500-ге көтеріледі. Автоинвест бір жақсы жер, көрдіңіз бе? Вот осындай. 30 адам осы жерге беріледі. Міне community details деген мына жерде міне. Мына жерде адамдың саны міне 30 адам осы жерден көресің, санмен бұл жерде. Бұл жерге адрес, почта, номер ештеңе керек емес, бір жақсы жер. Міне 30 адам. Бұл 30 адамның, сол 30 адамның мынау сілтемелері, кірген сілтемелері. Көрдіңіз бе? Бұл жерге сол арқылы білесіз. Міне 30 адам алып жатқан пакеттер, мыналар көбісі 15 пен кірген, бірақ олар қазір кабинеттеріне кіріп ақша шығарып жатыр деген сөз. Каждының шығарған суммасынан 1% төлейді матикпен. Керемет қой. Мысалы, ертең досын бір аптадан келіп қарасаңыз, мына жерде сан өзгереді. Неғұрлым мына жердегі пакеттер көтерілген сайын сізге түсетін табыстар да уже жайлап көтеріле бастайды. Міне. Мынау 104 матикке өсіп кеткен пакеті. Яғни бұлар қимылдап әрекет жасап жатыр деген сөз. Мына адамдар кабинеттеріне кіріп, каждый өздері ақша шығарып жатыр деген сөз. Каждыйның шығарған суммасынан 1% маған түсіп отыр деген сөз. Жаңағы жерге. Көрдіңіз бе? Мына жерде 246 өсіп кеткен. Бұл өз алдына бір бөлек. Егер оған қарамай маркетингпен айналысатын болсаңыз, бұл жерде маркетинг план бар жаңағы. 20 линияға дейін табыс төлейді. Ол 30 адамға қарамай адамдарға айтып, адамдар шақырып, адамдар кіргізіп, сөйтіп команда құрып жұмыс жасасаңыз, мына жерде 20 линия бойынша табыс төлеймін дейді. Жаңа жоғарыда көрсеттім, қанша адам бар, сол адамдардың есімі көрсетілімі. Жоғарыда көрсеттім ғой бағана. Қалай айтсам екен. Міне, total team деген мына жерде 244 адам тұр ғой, міне общий команда бойынша. Солар мына жерде әр линияда тұр мыналар. Әр линияда. Міне, мына ортасындағы адам саны. Жаңа 200 қанша осылай бөлініп тұр, көрдіңіз бе? Міне, мына 20 линияға табыс төлейін деп тұр. Енді қараңыз. Бірінші линияға 4 адам сияды. 4 адам. Қалған адамдар екінші линияға кетеді 16-ға жеткенше. Әрі қарай төмен қарай түсе береді, осылай көрсетіп тұрады. Ең қызығы, мына 4 адам каждый вывод жасаған сайын, каждыйның шығарған суммасынан бірінші линияда 2% төлейді. Таблицада көрсетілген. Мыналардың шығарған, төртеуінің әрқайсының шығарған суммасынан мен іс қимылынан мен 2% алып отырамын деген сөз. Қазіргі уақытта 6 матик түскен осы төртеуінен. Еще әлде де тағы түседі деген сөз. Міне екінші линияда 6 адам тұр менде, мысалы. Бұның да екінші линияның процент бөлек, 3% ау деймін, шатаспасам. Осылай міне 12 адамнан 31 матик алғанмын, 26 адамнан 56 матик түскен, еще тағы да түседі. Мыналар әрқайсысы кабинеттерінен ақша шығарған сайын. Енді мына жерде 20 линия тұр ғой, 20 линияға дейін. Бірақ мына 20 линиядан табыс алу үшін осы жобаның бір условиясы бар. 15 лишник кіргізу керексіз. Мысалы, мен 15 лишник кіргізбегенмін, 6 адам кіргізгенмін, 6 лишник. Бірақ маған қарасаңыз PLP-ден түсіп кеткен адамдар. Міне, нешінші линияға дейін? 13-ші линияға дейін түсіп кеткен. Қарап отырсаңыз, тек маған 7 линияға дейін төлеп жатыр да. 8-ші линияда мысалға 33 адам түскен, одан түсіп жатқан жоқ ақша. Көрдіңіз бе? Әрқайсының шығарған суммасына табыс аламын да мен. Мен өйткені условияны әлі орындаған жоқпын, бұған жете алмаятын. Бұл менің қай кабинетім еді? Міне мына жерде мен көрсетіп тұр ғой. 6 адам тіркеген, мен еще бұны 15-ке жеткізуім керек, 15 лишник. Сол кезде 15 лишникқа жеткізген кезде мына жерден мыналардың шығарған суммасынан мен табыс алып отырамын деген сөз. Көрдіңіз бе? Мен 6 лишник тіркедім, содан 7 линияға дейін алып отырмын. Мен тағы да уже қасына қосуым керек лишникті. Оған мен жете алмай жатырмын. Мені PLP-ден түсіп кетіп жатыр. Бірақ ақшасы жоқ. Қалғандарына ақша түсіп жатыр. Енді мен 15-ке жеткізуім керек. Көрдіңіз бе? Керемет. Прозрачный барлығы. Міне таблицаны көрсетемін. Бірінші линияда 4 адам тұр, таблицаны көрсетемін. Міне таблицаны қарасаңыз, бірінші линияда 2% төленіп тұр 4 адамға. Екінші линияда 3% төлейді 16 адам болған кезде. Солардан. Үшінші линияда 3%, 64 адам. Төртінші линияда 4%, 256 адам. Мен 7-ші линияға дейін алып отырмын қазір. 6%. 8-ші линиядан алып отқан жоқпын, өйткені мен условияны орындаған жоқпын. Көрдіңіз бе? Міне условиясы міне бір адам тіркесеңіз 3 линияға дейін төлейін дейді. Міне мынаның барлығына 15 қоссаңыз 15 адам.
көрдіңіз бе? Мұны ортасында команда общий. Көрдіңіз бе? Сіз мынаның барлығын өзіңіз шақырмайсыз ғой. Бұл мына бір адамнан тарап кетуі мүмкін да, сіз білмейсіз. Бір адамнан тарағанның өзінде сіз мына 20 линиясынан табыс аласыз деп айтқан кезде, көрдіңіз бе? Мына проценттерді қоссаңыз 60% маркетингпен төлеп тұр да, бір жақсы жер. Міне 9-шы линияда 8% төлейді мысалға. 9-шы линияда 8%. Көрдіңіз бе? 10-шы линияда 2%, 20-шы линияда 2% қарасаңыз. Ал кабинетте қарасаңыз, менде 9-шы линияға 35 адам түскен, мен қаншама ақшадан айырылып қалдым. 8% төлейді 9-шы линияда. Демек, 35 адамның әрқайсының шығарған сумасынан мен 8% алатын едім. Мен әлі условияны орындамағандықтан 0-0 болып тұр, көрдіңіз ба? Мен қашан условияны орындаймын, 15 лишникке жеткізем, сол кезде мына адамдардың барлығының шығарған сумасынан, іс-қимылынан мен табыс алам деген сөз 20 линияға дейін. Көрдіңіз ба? Осындай кабинет прозрачный барлығы. Міне, мына жерде мен 6 лишник қана тіркегем. Көрдіңіз бе? Енді мен мына жерге примерно 8 лишник тағы тіркеуім керек, 8 лишник срочно. Сол кезде жаңағы әріптестерден мен табыс алам. Көрдіңіз бе? Осы кабинет осындай таныстыратын болсам. Міне, Matic Basket жобасы. Осы уақытқа дейін кірген адам саны қазіргі уақытта 29329 әріптес қосылған. Міне, бүгінгі число 2024 жыл январ айы 26-сы. Жұма күні. Қарап алыңыз. Осылай. Мен осы жобаға кіріп атқан кезде примерно 1450-ші болып па кіргенмін, есімде. Бұл кәдімгі адам, барлығы кәдімгі сіз сияқты, мен сияқты живой адамдар. Мен басында ойлаған, өтірік шығар деп. Бұл рас, көрдіңіз бе? Сол. Осындай жоба маркетинг планды жасап қойды халыққа арнап. 100% табыс өзіміздің арамызда маркетинг план бойынша. Жаңағы тауар алу, сату деген нәрсе жоқ, қайта-қайта ақша салу деген нәрсе жоқ, керісінше қайта-қайта ақша шығару деген бар. Бұл жерде ақшаны қалай төлейді? Адамдар кіріп атқан кезде де төлейді, адамдар ақшасын шығарып атқан кезде де төлейді, және жоғарыдағы спонсорлар да ақшасын шығарып атқан кезде тағы төлейді. Көрдіңіз бе? Взаимно связано ғой бұл жерде барлығы. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Және мына төменде сілтемеге өтіп, жаңағы осы YouTube каналға подписаться жасап қойыңыз, тіркеліп. Себебі мен тағы видеолар түсірген кезде сізге уведомление келетін болады. Сіз бірінші болып көретін боласыз мен шығарған видеоны. Лайк басып, төменге қарай өзіңіздің жақсы комментарияңызды жазып, қазақша YouTube каналды қолдап қойыңыз. Байыса қазақ байсын, сол байыған қазақтың ішінде сіз де болыңыз. Ісіңізге сәттілік.